Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге көк жуа, ас көк жусайды қалай қысқа сақтау керектігін көрсетем. Ол үшін осы видеоны соңына дейін көріп, сіздер де осы әдіспен жасап, мұздатқышқа салып қатырып қойыңыздар. Алдымен салқын суға әбден жуып тазалап, одан кейін тұз салып салқын суға жарты сағаттай салып қоямыз. Кейін бір күн әбден кептіріп, кепкеннен кейін осылай сақтап турап араластырып алдым, біркелкі болсын деп. Енді үстіне бір ас қасық сұйық майды құйып, тағы да араластырып аламыз. Сосын пакеттерге бөліп салып, ішіне ауа қалдырмай, мұздатқышқа салып қатырып қойып, қыстыгүні пайдалансаңыздар, өзінің дәмімен, өзінің хош иісімен тамақтарыңыздың дәмін келтіреді. Келесі видеоға рукколаны және салат жапырақтарын қалай қысқа сақтау керектігін көрсететін болам. Менің арнама тіркеліп, менің күнделікті салған видеоларымды жіберіп алмай қарап отырыңыздар.